Баршаңызға сәлем. Бүгін француздардың өзі білмейтін, бірақ біздің елде танымал француз салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 сәбіз, 4 картоп, 1 қияр, қызылша, орамжапырақ, қайнатылған ет және майонез қажет. Картопты үккіштен өткізіп, мұздай суға жуып, кептіріп алған соң, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Оңай болу үшін немесе картошка пай сатып алсаңыздар болады. Картоптың артық майынан арылу үшін салфеткаға салып алыңыздар. Сәбіз бен қызылшаны үккіштен өткізіп аламыз, ал қалған қияр, ет және орамжапырақты ұзынша етіп кесеміз. Орамжапырақты ұсақтап тураған жөн, немесе бұны да арнайы үккіштен өткізіп алғаныңыз дұрыс болады. Барлық ингредиентті дайындап алған соң, енді әрлеуге көшеміз. Мен сізге 2 әдісін көрсететін боламын. Бірінші әдісімізде біз кемпір қосақ тәріздес етіп жинастырып аламыз. Ал екінші әдісімізде картоптан басқа барлық ингредиенттерді майонезбен араластырып алған соң, тарелкаға салып, бетіне картопты себеміз. Міне осылайша қолдағы бар тағамдардың көмегімен оңай әрі дәмді салат дайындап шықтық. Бұл салат кез келген дастарханның сәні болатынына сенеміз. Видео ұнап жатса жүгіріп басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.